Бәлкім әрқайсыңыз бір рет болсын Ван Дамның қатысуымен түсірілген кинолар көрген боларсыздар. Алайда болашақ актердің бір кездері арық және аурушаң бала болғанын көбі біле бермейді. Әкесі болмаса бәлкім біз бұндай Ван Дамды көрмес едік. Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг. Бұл Ван Дамның шын аты. Ол 1960 жылы Бельгияда дүниеге келген. Оның әкесі бухгалтер және гүл сататын дүкенінің иесі болған. Жан-Клод бала кезінен қалың линзалы көзілдірік кие бастады. Әкесі оны 10 жасында каратэға береді. Жаттығулармен қатар ол бодибилдингпен де айналыса бастады. 5 жыл бойы болашақ актер балетпен де айналысты. Ван Дамның айтуынша, егер адам балет жаттығуларына шыдай алса, ол кез келген спорт түрімен айналыса алады дейді. 18 жасында болашақ актер каратэден алғашқы қара белбеуін алып, бодибилдингтен мистер Бельгия атағын жеңіп алды. 79 жылы оның кинодағы қысқа дебюті болды. Бір кездері Жан-Клод тіпті көшеде гүл сатып, ақша жинап жаттығу залын ашқан болатын. Онда каратэ, аэробика мен бодибилдинг үйретілді. Бизнес айына шамамен $15,000 әкеліп тұрды. 20 жасына келгенде ол бұдан да көп нәрсеге қол жеткізгім келеді деп жаттығу залын сату туралы шешім қабылдады. Сонымен қатар осы уақытта ол Мария Родригеске үйленген болатын. Жас жігіт арман қуып Голливудқа келді. Бөтен елдегі алғашқы күндер қиын болды. Оның ақшасы болмай, көліктерде ұйықтап жүреді. Жан-Клод такси, лимузин жүргізушісі, каратэ мұғалімі болды. Ол тіпті Чак Норристің Вуди Варф барында күзетші болып та жұмыс істеді. Жұмыс барысында олар жақсы араласып дос болып кетеді. 82 жылы оның Голливудтағы дебюті болды. Ол брейк-данс фильмде бишінің рөлін ойнайды. 84 жылы Ван Дам мен Родригес ажырасу туралы шешім қабылдады. 2 жылдан соң оның «Не отступать и не сдаваться» фильмі шығады. Онда Жан-Клод орыс мафиясының каратэ шебері Иван Крашинский ретінде пайда болды. 87 жылы ол әйгілі бодибилдер Глэдис Португеске үйленеді. Араларында 2 бала Крис пен Бриджит дүниеге келді. 88 жылы шыққан «Кровавый спорт» фильмі Жан-Клод үшін үлкен серпін берген фильм болды. Ал 89 жылғы әйгілі кикбоксер фильмдегі басты рөлі оны экшн фильмдерінің нағыз жұлдызына айналдырды. 94 жылға дейінгі түсірілген «Универсальный солдат», «Некуда бежать» және «Патруль времени» фильмдері оның жетістіктерін тек нығайта түсті. 92 жылы ол үшінші әйелімен ажырасып, актриса және модель Дарси Лин Пьерге үйленеді. Олардың ұлдары Николас дүниеге келді. 96 жылы ол «В поисках приключений» фильмде режиссер ретінде дебют жасады. Картина коммерциялық жетістікке ие болды. Ол сондай-ақ «Друзья» сериалының бір эпизодында да пайда болды. 2012 жылы Ван Дам Кайли Миноугпен қарым-қатынасы туралы мойындағанда, Дарси ажырасуға шешім қабылдайды. Әйелімен ажырасқаннан кейін Жан-Клодқа биполярлық бұзылыс диагнозы қойылып, күйзеліске ұшырағаны белгілі болды. Өмірін ретке келтіріп, киноға оралуға бұрынғы әйелі Глэдис Португес көмектеседі. 99 жылы маусымда олар қайта қосылады. 2000 жылдардың басында Жан-Клодтың танымалдылығы төмендей бастады. Бірақ 2008 жылы JVCD фильмі шығады. Бұл фильм Ван Дамды жоғары деңгейлі актер ретінде қабылдай бастатты. Time журналы бұл фильм Бэтменнің Черный рыцарьдан кейінгі ең үздік фильмдер қатарына жатқызды. Ал сыншылар Ван Дамның Оскарға лайық екенін айтты. 2012 жылы ол «Неудержимый» 2 фильмде пайда болды. Сол жылы Брюссельде актерге ескерткіш қойылды. Ашылу кезінде ол жиналғандарға «Мен бұл мүсін Ван Дамға емес, қарапайым көшенің баласының өмірде бір нәрсеге қол жеткізгеніне арналған мүсін болсын» деген болатын. Балалық шағымыздың экшн фильмдер жұлдызы қазірге дейін киноға түсуін жалғастырып келеді. Қазіргі таңда актер 63 жаста. Алдағы уақытта да ол жаңа туындылармен қуантады деген ойдамыз. Менің бүгінге айтарым осы. Пікірлеріңізді қалдырып, өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Келесі кездескенше.